Зашаған кентінде жаңа мешіт бой көтеруде. Орал қаласына қарасты Зашаған кентінде жаңа мешіттің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда облыс аумағында 61 мешіт бар. Оның 6-ы қала ішінде орналасқан. 2023 жылы іргетасы қаланып бастаған бұл діни нысан қаладағы 7-ші мешіт болмақ. Жаңа мешіт 1800 орынға есептеліп, заманауи архитектуралық үлгіде жобаланған. Бұл мешіттің салуына арнайы Орал қазына деген қор құрылып, сонымен сол қорға халықтың көмегімен және де кәсіпкерлердің қолдауымен ақша жиналып, осы мешіт салынған болады. Бұл мешітті Рамазан айына дейін ашамыз деп ниеттеніп отырмыз. Айта кетейік, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жариялаған діни күнтізбеге сәйкес 2026 жылы Рамазан айы 19 ақпанда басталады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ислам мерекелерінің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты бір күнге өзгеруі мүмкін екенін ескертеді.